Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2025 жылы жарық көрген «Всемирный потоп» фильмі. Наши дни, Сеул. Куан таңертең ерте оянады. Терезеден қараса, су деңгейі әдеттегіден әлдеқайда жоғары көтеріліп кеткенін көреді. Ол Жайинмен бірге күннің жоспарын талқылайды. Сол сәтте әжесі қоңырау шалып, олардың жақта да қатты жаңбыр жауып жатқанын айтады. Куан ас дайындамақшы болады, бірақ краннан су ақпайды. Кенет ол аяқ астындағы суды сезеді. Сөйтсе, су олардың қабатына дейін көтеріліп, пәтерді жайлап басып жатыр екен. Жайин бұған қуанып, енді үйлерінде бассейн бар деп қалжыңдайды. Ал Куанға күлкілі емес. Үй әкімшілігі хабарлама таратып, рекордтық жауын-шашын салдарынан су 2 және 3 қабаттарға дейін жеткенін айтады. Барлық тұрғындар жоғары қабаттарға эвакуациялануы керек. Куан ең қажетті заттарды жинай бастайды. Сол кезде күзет қызметкері телефон соғып, жақын арада оларды алып кететінін, сондықтан уақыт жоғалтпай дереу шығу керектігін ескертеді. Дәл сол сәтте жарықпен байланыс бірден өшеді. Сөйлесіп тұрған кезде су одан әрі көтеріліп, пәтерді толтыра бастайды. Куан ұлын құшақтап алып дәлізге шығады. Ал онда нағыз дүрбелең басталған. Баспалдақ алаңы адамдарға толы, бірақ ешкім жоғары көтерілмей тұр. Жоғарғы қабатта біреу жолды жауып тастады деген сыбыс тарайды. Куан кері бұрылып, қарсы бағытқа жүгіре жөнеледі. Су кез келген сәтте олардың қабатын басып қалуы мүмкін еді. Абырой болғанда оның жоспары іске асады. Сыртқы баспалдақта ешкім жоқ екен. Олар бірнеше қабат жоғары көтеріледі. Помогите! Спасите! Одан кейін жолды тұрғындардың заттары бөгеп қалады. Куан асықпай сол кедергіден сығылып өтеді. Бірақ су көбейіп, баспалдақтың тұтқалары тайғақ болып кеткен еді. Ол әрең дегенде ұсталып үлгереді де, жолы болмаған адамдарды көреді. Сәлден соң Куан Санхиді байқайды, бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Алып толқын олардың үйіне қарай лап қояды. Куан соқтығысудан аман қалып, Джо Инді тауып алды. Ал Сонхи оларға қарай жүзіп келіп, Джан Инді құтқарып қалды. Ол оған телефон соққан адам дәл өзі болатын. Оған құтқару сәтін дәлелдеу үшін видео жазу керек еді. Ол 3 сағат бұрын Антарктидаға астероид құлағанын түсіндіреді. Мұздар еріп, теңіз сулары солтүстікті басып жатыр. Жапонияның жартысы қазірдің өзінде су астында қалған. Жақында бұл 30 қабатты ғимаратты да су басады. Куан бұған қалайша алдын ала дайындалмағандарын түсіне алмайды. Сонхи болса, ғалымдардың бәрін білгенін, бірақ үнсіз қалғанын айтады. Өкінішке қарай, адамзат бұл апатты тоқтата алмады. Енді, бәлкім, бұл адамзаттың соңғы күні. Куан бұрын ерекше зертханада жұмыс істеген. Ол жерде тек жасанды интеллект қана емес, одан да күрделі жобалар жасалған. Куан жаңа адамзатты қалыптастыратын тұлға болуы тиіс. Бірақ ол мұның мағынасын толық түсінбейді. Сонхи оның сөзін жалғап, эмоция модулін жасаумен бар болғаны 2 адам айналысқанын айтады. Солардың бірі таңертең жоғалып кеткен. Қазір олардың міндеті уақытша баспанаға жету. Басқа ғылыми топтар адамға ұқсас машиналарды дайындап қойған, тек эмоция модулін орнату ғана қалған. Джайн киімін ауыстырып жатқанда Сонхиге біреу қоңырау шалады. Әңгімеден оның бір нәрсені жасырып тұрғаны сезіледі. Куан оның не айтып жатқанын естіп қояды, бірақ Сонхи дереу сөзін тоқтатады. Ол эмоция модулінің не екенін сұрайды. Куан онда адамның шынайы сезімдері сақталғанын түсіндіреді. Сонхи бұған таң қалып, неге мінсіз жүйе жасамағандарын сұрайды. Бірақ шындық басқа еді. Қалай болғанда да Куан дайын болуы керек. Төбеге көтерілгенде тікұшақ келеді, ал адамдар орын үшін жалбарынады. Сол сәтте туыстар да тірі қалу үшін бір-біріне қарсы шығуы мүмкін еді. Куан олардың бәрін айналып өтті. Мұнда жаман ештеңе жоқ, бұл адамға тән сезімдер ғана. Сол сәтте Куанға анасы қоңырау шалды. Бұл олардың соңғы әңгімесі еді, өйткені су олардың үйінде баса бастаған болатын. Кенеттен газ құбыры шыдамай жарылды. Ағып кету басталып, артынан жойқын жарылыс болды. Бір қабат толықтай жабылып қалды. Сонхи еңбектеп жоғарғы қабатқа көтеріледі. Ал Куанның Джайинді көтеруге күші жетпейді. Ол сүрініп кетіп, тура суға құлайды. Все хорошо, я скоро буду рядом. Баспалдақ алаңына жақын жерде Куан лифтте қамалып қалған адамдардың дауысын естиді. Оларға қалай көмектесерін ойлап үлгермей жатып, жаңа толқын үйге соғылып өтеді. Оларды құтқару мүмкін болмай қалады. Куан жоғары көтеріліп, Сонхимен кездеседі. Жаңбыр тоқтап, бұлт арасынан күн сәулесі көріне бастайды. Олар баспанаға жеткен кезде Джайинді алып қоятынын Сонхи ескертеді. Тыныштық ұзаққа созылмайды. Қалаға алып цунами жақындап келеді. Бұл Сонхиді қатты шошытады. Ол Джайинді көтеріп алып, төменгі қабаттарды су басып жатқанда, бар күшімен жоғарыға қарай жүгіре бастайды. Шатырға шыққан соң, Сонхи тағы бір бейне жазба түсіреді.
Құтқару рәсімі аяқталды. Енді келесі кезең басталады. Адамдар Джа Инді алып кетіп, оған кісен салады. Гуан не болып жатқанын түсіндіруді талап етеді. Сон Хи оның бастығы жоғалмағанын мойындайды, ол қызының қасында бірге қашып кеткен. Костюм киген ер адам Гуанға жақсы жұмыс істегені үшін алғыс айтады. Оның айтуынша, Гуан Джа Инді тамаша дайындаған, енді ол эмоция модулін жасау үшін қажет. Гуан Джа Инмен бірге уақытша баспанаға баруға рұқсат сұрайды. Бірақ ол оған шынымен сол баспанаға сеніп тұрсын ба деп сұрайды. Сол сәтте Сон Хиді өлтіреді. Ер адам мұнымен тоқтамай, мұнда тұрғандардың барлығы да бәрібір өлетінін айтады. Тек Гуан ғана әуе арқылы әрі қарай ұшады, ал Джа Иннен арнайы жасалған эмоциялар модулі шығарылады. Оған жаңа адам 77 деген атау берілген. Сол кезде бүкіл қала су астында қалған еді. Адамзатты құтқару үшін аспанға 7 шаттыл жіберіледі. Енді бұл планетада қалған соңғы адамдар, себебі 15 минуттан кейін метеорит сынықтары жерге соғып, су тасқынынан аман қалған барлығын жоймақ. Қазір олардың тек бір ғана мақсаты бар, өз білімдері мен технологияларын пайдаланып, жаңа адамдар жасау. Бірақ олардың жоспары бірден сәтсіздікке ұшырайды. Метеориттер кейбір ракета мен Гуан шаттылын жойып жібереді. Сол кезде кенеттен Гуан өз үйінде оянады. Әлемдік су тасқыны қайта басталады. Бірақ бұл жолы Гуан әрекеттерін өзгертеді, ал оның майкасына 491 саны шығады. Енді бүкіл әлем эмоциялар модулінің бір тәжірибесі болып шығады. 1987 қайта жүктеуде Джа Ин жоғалады. Ол Сон Хидан тапанша жұлып алып, олың қайда екенін айтуын бұйырады. Бірақ сол кезде жарылыс орын алады. 4007 қайта жүктеуде Гуан лифтте қалған қызды құтқарады. Оның аты Чесу. Гуан оған жақын арада өлетінін айтады. Бірақ Чесу Джа Ин атты баланы табуы керек екен. Чесу оған бір кеңес береді. Джа Инді іздеген адамдар кейбір пәтер нөмірлері туралы сұрақтар қойған. Гуан түсінеді, бұл олардың үйінде шулап жүрген мародерлер екен, және дереу сол пәтерге жүгіреді, оларды тоқтату үшін. Сол жерде төбелес басталады. Гуан бір сәтте қаза шегетіндей болады, бірақ өзінің күшін жинап, қарсыластармен күресете, Сон Хидің келуін күтіп отырады. Сон Хи келгенде бандитті жояды. Сон Хи Гуанды төбеге шығуды сұрайды, бірақ Гуан тынышталмайды, ол Джа Инді табу керек деп шешкен. 7998 қайта жүктеуде Гуан Джа Иннің сөздерін еске алады. Ол өзінің түсін суреттеп, оны телефонға жіберген екен. Сол суретте олар төбеге көтерілген сәт бейнеленген. Мұндай суреттер өте көп болып шыққан, әрі рет сайын жақсартылып отырған. Сол сәтте Гуанды агенттер қолға түсіреді. Сон Хи тағы да Гуанды төбеге шығуды сұрайды. Ол оның шын мәнінде өзіне қауіп төндіретінін есінде жоқ па деп сұрайды. Сон Хи бұл не екенін түсіндіруді сұрайды, бірақ оқтар жолын бөгеп тастайды. Барлығын ой елегінен өткізген соң, ол қарсыластарға шабуыл жасауға бел буады. Содан кейін оларға бір зат енгізіледі. Бір шама уақыттан кейін Гуан түсіндіреді. Джа Ин төбеге көтерілгеннен кейін жоғалып кетуді бастаған. Керісінше, ол басынан ақ бәрін білген сияқты. Сон Хи есептейді, Джа Ин жоғалып кетеді, сонда ғана Гуан оны тастамайды. Гуан өз күшімен істей алмайтынын сезіп, Сон Хидің көмегін сұрайды. Өткен мыңдаған қайта жүктеулер кезінде Гуан барлық пәтерлерді зерттеген. Енді тек бір ғана пәтер қалған. Мәселе мынада, барлық жерде күзетші топ бар. Оларға Гуанның Джа Инді табуына кедергі жасау бұйырылған. Өткен қайта жүктеулерде Сон Хи Гуанның жағына өткен еді. Бірақ енді ол жоспарды өзгерткісі келеді. Олар баспалдақ арқылы емес, терезелер арқылы көтеріліп, күзетшілерді тосыннан алуы мүмкін. Бірнеше мың рет олар өз нәтижелерін жетілдірген. Соңында Гуан Джа Инді тауып алады, ол үйдің төбесіндегі шкафта жасырынған болып шықты. Әр жаңа қайта жүктеуде Джа Ин дәл сол шкафқа келген. Себебі Гуан оған сыбырлап айтып қойған, көзін ашқан кезде сол жерге келіп, оның келуін күтуі керек. Бұрын, олардың шаттылы тесілгенде, Гуан өлім қатерін алған еді. Ол өзін модульге жүктеуді сұрады, өйткені Джа Ин оны күтуі тиіс еді. 5 жыл бұрын алғашқы жасанды бала жасалған. Гуан оны тәрбиелеген, және бір күні бала оны ана деп атаған. Соңғы қайта жүктеуде Гуанның эмоциялары оған жүйеден шығып, тұңғиыққа секіруге көмектесті. Оның бір ғана мақсаты болды, Джа Инді табу. Сол себептен ол дәл оның қасында су бетіне шықты. Екеуі бірге құтқару аяқталғанша күтеді. Олардың құрбандығының арқасында жаңа адамдарды жасау жобасы аяқталды, ал алынған клондар адамзатты қайта жаңғырту үшін жіберілді. Осылайша фильм өз соңына жетеді. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар.
Біздің арнамызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотайымда кездескенше.